Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, мен бүгін сіздерге 5-ші сыныптың математика сабағынан натурал сандарды көбейту және бөлу бөлімдерінің негізгі қасиеттері деген тақырыппен таныстыратын боламын, және соған сәйкес есептерін шығару жолын көрсетемін. Негізі натурал сандарды көбейту дегеніміз мына тәртіпте берілген, яғни мына координата сөйлесінде көрсетілгендей бірдей бірлік кесінділер берілген. Осы бірдей бірлік кесінділерді теңдей 3, яғни 3-ке бөліп шыққан, яғни әрбір 3 бірлік кесіндіні бір нүкте деп қарастырылған. Осыны 7 бөлігін көрсеткен. Теңдей 7 бөлігіні, яғни жалпы қанша сантиметр болады дегендей мысалмен көрсетілген. Бұл жерде мысалы мына 3 бірлік кесіндіміз 3 сантиметр болса, демек 7 дана осындай бірлік кесіндіміз 21 сантиметр болады. Ол дегеніміз осындай теңдей 7 данасы бар деген сөз. 3-3-тен. Әрбірі 3 сантиметрден деген сөз. Яғни бұны біз 3 қосу, 3 қосу, 3 қосу деп 7 рет 3-ті қосып шықпаймыз, 7-ні 3-ке көбейте саламыз деген сөз. Ал енді кез келген санды 0-ге көбейтсек, ол кезде 0 шығады деген ереже бар, яғни 0-ге бөлуге болмайды деген ереже бар. Соны екеуін есте сақтаймыз және соған сәйкес есепте шығарамыз. 51-ші есепте, яғни берілгені бөліндіде неше цифр болуға тиіс дейді. Яғни кемінде мына жерде 2 цифр болу керек. Мысалы мына жерде соңы 0 немесе 5-пен аяқталатын кез келген санды қойып, яғни 5-ке бөлінетін сан шығаруға болады. Бұл жерде 700, мысалы 700 деп алсақ та болады. 700 яғни 5-ке бөлінеді. Сол сияқты 14-ке бөліну үшін мына жерде кемінде 64 бір цифр болу керек. Оның артына тағы бір 0-ді қосуға мүмкіншілігіміз бар. Яғни 640-ты 14-ке бөлетін болсақ, ол кезде қанша шығады? 40 шығады. Яғни 10-сы 140, тағы сондай 140-тан 4-еу, қанша болады? 640 болады. Ол дегеніміз 40. Мына жерде соңы 72, яғни 72 36-ға бөлінеді. Кемінде бір цифр жазамыз 72 деп, одан кейін артын 0-мен толтыруға болады. Тағы 2 цифрмен, сол кезде 36-ға бөлінеді. Яғни басындағы 2 цифр, яғни соңында тұрған 0-дер, яғни ешқандай бөлімдердің мәнін өзгертпейді. Бірақ басындағы сан ол мына берілген 36-ға бөлінетіндей жағдайда болу керек, яғни натурал сан мына беріліп тұрған. Мысалы 75 дегеніміз 275-іміз 150-ді береді. Сондай алтауы 450-ді береді. Демек кемінде 450 болу керек бұл жерде. Міне. Енді тағы бір 0 қоссақ, оның ешқандай қате болмайды деген сөз. 93 деген сөз, мына жерде кемінде 93-тен басталу керек, одан кейін 1-0, немесе 2-0, немесе 3-0 тіркеп, осындай 93.000 деген санды 93-ке бөлуге болады. Немесе 9300 деген 93-ке бөлуге болады. Одан кейінгісі 87-ге бөлінетін, яғни бұл жерде 4-тен басталады. Қандай сан бар дейді 87-ге бөлінетін? Ол дегеніміз, яғни 87-ні 5-ке көбейтеміз. Сонда 435. Кемінде 435 болу керек. Одан кейін мысалы 2-0 қосуға болады. Яғни әрбір жұлдызшаға бір цифр қойғанда осындай сан шығады. Ол 43500 деген сөз. Я болмаса 4350 болуы мүмкін. Я болмаса 435 болуы мүмкін. Осы сияқты, яғни кемінде қойылатын цифрларды көрсетіп шығамыз. Кемінде қанша цифр болу керек деген. Кейбіреулеріне кемінде бір цифр қойсақ, яғни 5-ке бөлінетін, немесе 14-ке бөлінетін сандар шығады екен. Кейбіреулеріне 2 цифр. Және одан кейін жалғаса береді. 52-ші есепте өрнектің мәнін табыңдар дейді. Яғни бұл жерде өрнектер 275-ті 10-ға көбейткен, ол дегеніміз, яғни бір 0 қосылады соңына. 275-ке бір 0 қосамыз, сонда 2750 болады. 100-ге көбейтсек, яғни артына 2 0 тіркеледі деген сөз. Көбейіп тұрған санға 396-ға 2 0 тіркеледі. 1000-ға көбейтсек 3 0 тіркеледі деген сөз. 1817-ге 3 0 тіркейміз. Сонда 1.817.000 деген сан шығады. Ал мына бөлу кезінде 1313-ті 13-ке бөлсек, яғни мына жерде 100 болады, анау 13 дегеніміз 1 болады, сонда 101 болады. Сол сияқты мыналарды бөлулерді орындап шығамыз. Келесі есептеңдер дейді, яғни жай ғана бөлу берілген. Бұл жерде де жаңағы сияқты бөліп шығасыңдар. Жай ғана бөлумен. Одан кейін 54. Бірінші токар тапсырманы, яғни 240 бөлшекті станокта 5 сағатта жонып дайындайды дейді. Яғни токар 5 сағатта орындайды екен. Қанша бөлшекті? 240 бөлшекті 5 сағатта орындайды. Ол дегеніміз 48. 1 сағатта 48 дана
бөлшек орындайды деген сөз. Ал екінші токар 1 сағатта одан 16-ға кем дейді. Демек 48-ден 16-ға кем, азайған 16. Ол дегеніміз 32. Демек екіншісі 32 бөлшек дайындайды екен. Егер екі токар станоктарда қатар жұмыс істесе, олар осы тапсырманы неше уақытта орындап бітеді дейді. Яғни бұл екеуі бірігіп орындалса 240-ты деп тұр. Яғни 240-ты бөлеміз 48 бен 32-нің қосындысына. Не үшін қосындысы? Себебі екеуі бірігіп орындап отыр. 240 бөлінген 2 қоссақ 80 болады. Бұл дегеніміз 240-ты 80-ге бөлсек 3 сағат. Жауабы 3 сағат. Келесі 1-17 суретте сым шыбықтары бар доңғалақ кесінделген дейді. Доңғалақтың ішкі шеңберіне 32 сым, яғни мына жерде 32 сым шыбық бекітілген. Сым шыбықтар аралықтары 1-12 сантиметрден, яғни мына жердегі аралықтар 1-12 сантиметр екен. Бұл жерден нені анықтау керек? Сұрақ қойыңдар дейді. Яғни мына дөңгелектің ұзындығы қанша деген сұрақ қоюға болады. Яғни 32 сым шыбық болса, 32-ні көбейтеміз 12-ге. Сол кезде 320, мынау 64, 384 болады. Яғни дөңгелектің ұзындығын табуға болады екен бұл жерден. Келесі, x-ің мәнін табыңдар дейді. X-ің мәнін табу үшін бұл жерде үлгі көрсеткен асты жағында, мен сол сияқты бір үлгі көрсетемін әрбіреуіне. Яғни көбейтінді 51-ді қаншаға көбейтсек 0 болады, яғни 51-ді 0-ге көбейткен кезде 0 болады. Демек 51-ді 0-ге көбейту үшін x-6 дегеніміз 0 болу керек. x-6 тең 0. Сонда x-іміз тең 6 болады. Демек x-дің орнына 6 қойсам 0 шығады екен. Мына жақшаның ішінде 0 болады. 0-ді 51-ге көбейтсем жауабы 0 шығады. 84-ті 0-ге көбейткен кезде 0 болады. Демек x-3 тең 0 деп аламын. Сонда x тең 3 болады. Келесі 174-ті 0-ге көбейткен кезде 0 болады. Сонда x-8 тең 0 деп аламын. Сонда x-іміз тең 8 болады. x-2 тең 0 болады. Бұл жерде x тең 2 болады. Демек мына жерге 2 қойсам 2-ден 2 азаятта 0 болады. 0-ді 46 көбейтем 0 шығады. Астында соған үлгі көрсеткен. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада хауызға 1 сағатта бірінші құбырдан 85 метр куб су ақса, екінші құбырдан 70 метр куб су ағады дейді. Егер су екі құбырдан қатар ақса, 620 метр куб су хауызға неше сағатта жиналады деп тұр. 620 бөлінген, яғни мына екеуі бірікті деп тұр. Демек 70 қосылған 85 деп аламыз. Екеуі біріктіреміз. 620 бөлінген 155. Жауап 4 сағатта. Келесі тапсырма. Екі қаланың ара қашықтығы 144 км дейді. Екі қаланың ара қашықтығы 144 км. Осы қашықтықты велосипедші 12 сағатта. 12-ге бөлеміз, сонда сағатына 12 км жол жүреді екен. Велосипедші 1 сағатта 12 км жол жүреді. Ал мотоциклші одан 3 есе кем уақыт жүріп өтеді. Яғни оның уақытын анықтаймыз мотоциклшінің. Ол дегеніміз 12. Яғни мына 12 сағат жұмсаса, бұл мотоциклші одан 3 есе кем дейді. Яғни 3-ке бөлеміз деген сөз, ол 4. Яғни ол 4 сағатта жүріп өтеді деген сөз. Демек 144-ті бөлеміз 4-ке. 144 бөлінген 4. 144-ті 4-ке бөлсек 36 дейді. Яғни ол 1 сағатта 36 км жол жүреді деген сөз мотоциклші. Енді бізден сұрап тұр, егер олар бір-біріне қарсы жүрсе, яғни қарама-қарсы жүрсе, жолды орталықта, яғни жүріп өткенмен тең болады, екеуі қанша уақытта кездеседі деп тұр. Яғни біріншісі мына жаққа қарап жүрсе, екіншісі мына жаққа қарап жүрсе, ортадағы жол 144 км ғой. Мынау қанша сағаттан кейін, мынау тағы қанша сағат жүргеннен кейін, екеуінің, яғни жылдамдықтарын қосқан кезде кездесетін орынның уақыты шығады. Екеуі кездескенде қанша сағаттан кейін кездесетіні мәлім болады. Ол үшін біз не істеуіміз керек? 144 бөлінген. Біріншісі 1 сағатта 12 км жол жүреді, 12 км. Екіншісі сағатына қанша километр? 36 км жүреді. Екеуін қосамыз. Бір-біріне қарама-қарсы жүреді дегендіктен 144 бөлінген 48 болады. Ол дегеніміз 3. 3 сағатта бұл екеуі кездеседі екен. Яғни біріншісі 3 сағатта сағатына 12 км жүрді, біріншісі 36 км жол жүреді 3 сағатта. Екіншісі, яғни 36 км жол жүреді, ол 3 сағатта 90, 108 км жүреді. 108. Екеуін қоссақ 44 км жол шығады. Яғни теңдеміз дұрыс екен. Келесі тапсырма. Бөлменің әрбір қабырғасына 3 орындықтан
коюп, барлыгы 9 орындыкты калай орналаштырууга болот деп тур. Бөлменин ар бир кабыргасына 3 орындыктан коюу керек дейт. Мына бөлме деп карастырайык. Мына жерге бирөөн, мына жерге экөөн, мына жерге үчөөн коёт. Мына жерге де дәл солай. Яғни бирөөнү бурчка орналаштырабыз. Мына жерде мына жерге орналаштырабыз. Сонда 2, 4, 6, 7 болду. Мына мен 8 болду, міне 9. Яғни мына жерде бурчка орналаштырабыз. Сонда мына кабыргага да жүрөт, мына кабыргага да жүрөт. Мына жерде де бурчка орналаштырабыз, мынаны да бурчка орналаштырабыз, ал мына бирөөнү бурчка орналаштырмайбыз. Сонда мына кабыргада 3, мына жакта 2, 5 болду. Мына мен 6, мына мен 7, мына 8, 9. Яғни жалпы 9 орындык орналаштырдык. Келесі 59-нчы эсепте егер дейді x плюс y-imiz 35 болса, x плюс 15 қосылған y минус 8 дегеніміз қанша шығады дейді. Бұл жерде кішкене логикалық есеп болып тұр. Логикадан анықтаймыз. Логикамен қосу және азайтудың ережелеріне, жақшаның ережелерін пайдаланып. Мына барлығы қосу болғандықтан бізде бұл жерде жақшаны алып тастаймыз. Сонда 15 азайған 8 болады. X қосу y қосу 15 азайған 8 деген болады. Яғни x қосу y-imiz 35 екен. Орнына келіп қоямын 35-ті. Қосылған 15-тен 8 азайтсам 7 болады. 35-ке 7-ні қоссам 42. Яғни міне 42 деген жауап шықты. Келесі x пен y-тің көбейтіндісі 60 екен. Демек x пен y-тің көбейтіндісі 60 болса, x бөлу y пен y бөлу 2-нің жауабы, яғни мәні қанша деп тұр бізден сұрап тұр. Оны табу үшін біз көрсетіп береміз. Яғни мына жерде бірінші x пен y-тің көбейтіндісін қарастырамыз. X және y-ті көбейтіп аламыз. X көбейту y бөлінген 5 бөлінген 2 деп аламыз. Сонда x пен y-тің көбейтіндісі мына жерде берілген 60. 60-ты бөлеміз 5-ке. Оны бөлеміз 2-ге. 60-ты 5-ке бөлсек 12, 12-ге бөлсек 6. Міне оның жауабы. Келесі x бөлу y-imiz 12 екен. X бөлу y-imiz 12 екен. Мына жер көрсетіп қойғандай. Енді оны 3-ке көбейту деп тұр. X бөлу y, яғни мына жерден y-ті анықтап алуға болады. Y-ті анықтап алу үшін y тең 12 бөлінген x деген мән шығады. Y-дің орнына соны қоямыз. Сонда бөлу, яғни мына жерден орындалады. Ал енді мына кейінгісінде, яғни бұл жерде y-imiz кіші сан болып тұр ғой. X-тен кіші сан болып тұр. Y-imiz, сонда x-imiz үлкен санды кіші санға бөлген кезде 12-ге шығып тұр. Демек, x-imiz y-тен 12 рет үлкен екен. X-imiz y-тен 12 рет үлкен деген сөз. Демек, x-тің орнына 12y деп қарастыруға да болады. 12y деп қарастыруға болады. Бұл жерде енді қараңдар, y-imiz 3 есе артқан кезде x-ті y-ге бөлгенде 12 шығып тұр еді ғой. Демек, бұл 3 есе артып, содан кейін бөлетін болса 12 бөлу 3 болады. Сонда бұның жауабы 4 шығады. Яғни мынау. Одан кейінгісі x бөлу y-imiz 10-ды береді екен. Ол дегеніміз, яғни x-ті y-ге бөліп тастасақ 10-ды береді, 10-ды 2-ге көбейтеміз деген сөз. Мына жерде x көбейту 2 бөлу y дегенде біз x бөлу y көбейген 2 деп алуға болады. Мына x-ті y-ге бөлгеніміз 10, 12 көбейтсек 20 деген жауап шығады. Ол міне. Келесі тапсырма. Оқырман бірінші күні кітаптың жартысынан 18 бетті кем. Ал екінші күні қалғанының жартысынан 8 бетті кем оқыды. Ол үшінші күні кітаптың одан қалғанның жартысынан 3 бетті кем оқығанда, кітаптың оқылмаған 23 беті қалды. Кітапта барлығы неше бет болған? Оқырман бірінші күні кітаптың неше бетін оқыды? Оқырман екінші күні кітаптың неше бетін оқыды? Соны сұрап тұр бізден. Ал енді оқушылар бұл жерде, яғни берілген ең астынан бастап шығамыз. Мына 60-шы есепте 23, яғни 23 бет қалды дейді. Яғни 23 бет ол жартысынан 3 бетке кем оқыған. Сонда 23-тен 3-ті азайтамыз, сонда айтқан жартысы келіп шығады. Яғни соңында 23 бет қалды ғой. Ол деген сөз жартысынан 3 бетке артық болып тұр.
Ал оқыған беті ол жартысынан 3 бетке кем болып тұр. Сондықтан 23-тен 3-ті азайтып тастаймыз, 20 болады. 12-ге көбейтеміз, яғни жартысы дегендіктен 40 бет болады. 40-тан 8-ді азайтамыз. Жаңа деп айтты, себебі 40, яғни жартысынан тағы да 8-ге кем бет оқыды ғой. Сондықтан бас жағында мына жерде 8 деді ғой. Сондықтан 40-тан 8-ді азайтып тастаймыз. Ол кезде 32 болады. 32-ні 2-ге көбейтеміз, жаңа жартысы болғандықтан ол 64 болады. 64-те мына айтқан 18-ді азайтып тастаймыз, 46 шығады. Яғни айтылған тең жартысы шығады. Яғни барлық беттің. Ал 46-ны 2-ге көбейтеміз, сонда 92 шығады. Ал енді бұл жерден 92-ні қайтадан 2-ге бөлеміз, 46 шығады. Яғни тең жартысынан 18 бетке аз оқыды деді. Демек 46-ны 18 азайтып тастаймыз, сонда 28. Демек бірінші күні 28 бет оқыған. Ал енді одан кейін, яғни 64-ті 2-ге бөлеміз, яғни жаңа айтылған жартысына 18 қостық қой. 46-ға 18 қосқан 64 шығады ғой. Сол 64 екінші күнге қалған 64 бет, яғни бірінші күн 28 бет оқыған. 92-ден 28 азайтып тастаймыз да, ол жерде 64 шығады. 64-ті 2-ге бөлеміз, яғни жартысы деп тұр. Жартысынан қанша бетке кем оқыды дейді? 8 бетке кем оқыды. Міне, 8 бетті кем оқыды деп тұр. Демек 32-ден 8 азайтып тастаймыз, ол кезде 24 болады. Демек бір күні 28 оқыған, тағы бір күнісінкі 24 болған. Жалпы бет 92 бет болған кітаптың. Түсінікті ғой. Келесі есеп, яғни 61-ші есеп, математика 5 оқулығының алғашқы бетінің нөмірленуі 3 цифрынан басталады. Неше цифрмен нөмірленген? Математика 5 оқулығының бір бөлімінің барлық беттері, математика 5 оқулығының екінші бөлімінің барлық беттері, математика 5 оқулығының бірінші бөлімінің және екінші бөлімінің барлық беттері. Яғни бұл практикалық жұмыс. Кітаптарыңды ашасыңдар. Математика 5 кітабы бар ғой өздерінің. Сол кітаптың қанша бет, яғни барлық алғашқы бетінің нөмірленуі 3 цифрдан басталды дейді. Неше цифрмен нөмірленген? Яғни бірінші бөлім қанша цифрмен нөмірленген, соны анықтап шығасыңдар. Ол дегеніміз, яғни бір таңбалы болса, ол бір-бірден рет-ретімен 3, 4, 5 дегендеріміз ол бір таңбалы болып есептелінеді. Яғни тапсырмада 3-ші, 4-ші деген беттер бар ғой кітаптарында. Сол ол бір таңба деп, бір цифр деп есептелінеді. Енді 10 дегенде бұл бір сан, яғни нөмірлеу үшін қолданылған сан, бірақ 2 цифр бар бұл жерде. Түсінікті ғой. 10 дегенде 2 цифр деп қолданасыңдар. Мына жерде нөмірлеу үшін барлығы қанша цифр қолданылды деп тұр ғой. Сол жауабын осылай жазасыңдар. Неше цифрмен нөмірленген деп тұр. Мысалы 101 деген болса, онда 3 цифр қолданылған. Осыны қосып есептейсіңдер. Мысалы 70-ші бетке дейін бірінші бөлім болса, мысалы үшін айтып отырмын, яғни сендерде әр басқа түрлі сан болуы мүмкін. 70 бет болатын болса, демек 3-тен 9-ға дейін жалпы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген жет цифр бар, яғни бір таңбалы. Одан кейін 10-нан басталады. Яғни 10-нан басталып 70-ке дейін болады. Сонда 10-нан басталып 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, яғни 69-ға дейін, яғни 60 цифр болады. 69-ға дейін 60 цифр болады. Сосын 70 дегеніміз бір цифр болады, яғни 70-шісі. Сонда 61 цифр, ол 2 таңбалы болады. 2 көбейтесіңдер. 7 нөмір, яғни бір таңбалы болады. Қосамыз, 61-ді 2 көбейтсек, 122. Демек, бұл жерде 129 шығады. Егер 70 бет болса, 3-ші нөмірден бастап 70 бет болса, онда 129 цифр қолданылған болады. Мен 70-ке тиісті көрсеттім. Сендерде бөлім әртүрлі болуы мүмкін. Яғни, бірінші бөлім қанша бет, соны біліп алыңдар, содан кейін есептейсіңдер. Мен мысал ретінде көрсеттім.